Қайырлы күн достар, біз Қызылорда қаласында қыстың қақ ортасына тосын мінезін көрсетіп, аяқ астынан жаңбыр жауып кетті. Міне біздің ауламыз, Қызылорда қаласында тұрамын мен. Су алып кетті. Мына жерде мен шама кішкентайлап топырақ құм төсеп қойдым. Қазір бұлт ашылмай тұр. Сағат 10:30-ның кезі. Қазір енді маған үлкен жұмыс болып тұр. Осы арадан көріп тұрғандай, судың екі ортасынан үйге кіріп шығатын жол істеуім керек. Мына мынаның бәрі су болғанда да кәдімгідей 15-20 сантиметр су жиналып қалған. Бұрында істеу керек болған шама қаражатқа байланысты біз бір жақты бетін таспен төсей алмаған болатынбыз. Енді үйге бала шаға кіріп шығуға, келіншегімнің кіріп шығуына қиын болып тұр. Сондықтан мына жерде құм тұр. Сол құмды осыраға қазір төсеуім керек. Мынаны шамалмен бастап қойдым жаңа. Сонымен қайтадан соны сіздерге көрсетіп өткім келіп тұр. Мынаның бәрі батпақ. Мына жақтың бәрін жол салуымыз керек. Мына жақта бізде көшеміз бар. Көшені бізге үкімет тас салып берді. Тас көше қылып, мына жерден біз құмды алуымыз керек. Мына шелегім тұр, менің құралдарым. Мына жаққа бәрін төсеп өтуім керек. Енді үлкен жұмыс болайын деп тұр. Түске дейін бітіре алсам болғаны еді. Мына жақта көріп отырсыздар. Мына жаққа қарай төсеуіміз керек. Осы жерге төсеп бітуіміз керек. Мына жақтың бәрін бізде қазір 2 жылдай болып қалды, тас төсеп берді. Енді бұйыртса асфальт төсеп береді деген үміттеміз. Құдай қаласа. Ал енді ары қарай кеттік. Біз жұмысты бастауымыз керек. Қазір мына жақтан сол жағыңызда тұрған құмны алып мына жаққа төсейтін боламыз. Міне бастамыз уже төсеп жатырмыз. Міне кетіп жатыр. Мына қарап отырсаңыздар, кәдімгі дамба жасаймыз ғой, соны сияқты болып тұр ғой. Өйткені екі жақты судың қақ ортасынан жіберіп жатырмыз. Міне мен біраз жерін төсеп қойдым қазір. Жұмыс қызып жатыр. Біраздан бері жұмыс істемегенмін. Белім де ауырып, қолдарым ауырып жатыр, бірақ енді істеу керек. Әзірге балдарым мен кішкентай, көмекшілерім жоқ. Өзім істеп жатырмын. Міне уже жартысын істеп қойдым. Міне кетіп жатыр. Енді қазір қарап отырсаңыздар, қысты күні жаңбыр жауды, асты мұз. Бұндай да погода, ауа райы болады екен. Қазір енді мен біраз жұмыс істеп болдым. Енді аспан почти шайдай ашық десек те болады. Қазір мына қарап отырсам, бұлт енді шамал ғана жауып қалды күнді. Қазір күн ашық болып кетті аяқ астынан. 1-2 сағат ішінен қаншама ауа райы өзгеріп тұрып жатыр. Міне уже мен төсеп болып жақындап қалдым. Қарап отырсаңыздар, міне болып қалдым. Енді нарадан бір 3-4 андай салып жерсем, сонымен Құдай қаласа болып қалады. Мынау көрдіңіздер ме, судың тереңдігін аяғымызға герзовый етіп, соны амал жоқ салып жатырмыз. Мына жақтан шамал бір 3-4 шелек, 3-4 шелек салсақ, мына жаққа қарай біз ілініп кететін боламыз. Мына жақтан ортасына төсеуіміз керек. Ары қарай шамал қалды. Жұмыс дегенмен қызып жатыр. Қолдарым ауырып қалды. Біраздан бері қыстығын енді жұмыс істемейсіз ғой үйде. Көбінесе жаңа жыл болды, бізді қыдырдық, басқа қылдық. Қазір ары қарай жұмыс жалғастыратын боламыз. Мына кетіп жатырмыз. Міне жұмыс біздің бітіп қалды. Арадан жалғап бітірдік. Енді тек 2 орта ғана қалды. Міне мына жерден 2 орта ғана қалды. Бұл енді шамал жұқалау түседі, өйткені бұл судың ортасы емес, батпақ жер болғандықтан. Міне достар, енді шамал ғана қалды. Мен аяққа төсеп болдым. Енді бір 4-5 шелекте ғана қалды. Осыған жалғасақ, біздің көше менен үйдің ортасынан үлкен жол салып беретін боламын. Өйткені ертең балдар сабаққа барған кезде қиналмай, өзімізде қиналмай өтетін боламыз. Амал жоқ. Енді көктемге шамал шыдауымыз керек. Көктемде мен осыраға осындай таспа төсеп қоятын боламын. Міне кейіңіз менің істеген жұмысым. Бағалап кетсеңіздер болады. Мына жақтың бәрін андай құм төсеп қойдық. Мына жақтың бәрі батпақ. Мына арада құмды алдық. Құмның біраз опырып тастадық. Енді түске дейін 3 сағаттық жұмыс болды burada. Мына жүріп келеміз. Мына жақта қарап отырсаңыз, сол жағымызда өте кәдімгі 15-20 сантиметрдей шалшық су жиналып қалған. Бұраға даже қармақ құрып, балық аулауға болып қалады. Мына жаққа қарай біз бітірдік. Жүріп өтсек болады. Ары қарай үйге кіріп кете аламыз. Мынау жаңа біткеннің екінші жағын түзілген көрінісі. Мына алғары жүріп келе жатырмыз. Ешқандай аяғымыз батпақ, ешқандай ештеңе болмайды.
әдемі болып қалды. Балдар қуанып, аяқтар батпақ болмайтын болды. Сіздермен болған Әдеке каналға тіркеліңіздер, комментарий қалдыңыздар, сау болыңыздар.